Жаңа ғасыр талаптарының үдесінен шығу жолында сот жүйесі үздіксіз даму үстінде келеді. Соттардың жұмысының тиімділігін арттыру мақсатында бірегей жобалар қолға алынып, халыққа тиімді жағдай жасауға басымдық берілуде. Қазіргі уақытта азаматтар электронды технологияларды қолдануға мүмкіндік берілген. Сол арқылы өтініштер мен арыз-шағымдарды электронды түрде жіберуге мүмкіндік бар. Электронды қызметтердің негізгі ерекшелігі әрбір азамат немесе оның өкілі өзіне ыңғайлы уақытта үйінен шықпай-ақ интернет желісі арқылы сотқа талап тілектерін жолдай береді. Атап айтқанда, сот кабинеті сервис арқылы талап қою, шағымдар және өтініш хаттар беруге мемлекеттік баж төлемін онлайн жүзеге асыруға болады. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мақсатында сот отырыстары өткізілетін залдардың барлығы заман талабына сай келетін техникалармен жабдықталып, сот процестері түгелдей аудио-бейне жазба құрылғыларын қолдану арқылы өткізіледі. Бүгінгі күні еліміздің сот жүйесінде істердің көпшілігі сотқа электронды форматта түсуде. Істердің басым бөлігі электронды түрде түсуіне байланысты электронды сот залдары жасақталған. Сонымен бірге азаматтарға ыңғайлы жағдай жасау мақсатында сот отырыстарына қашықтықтан қатысу мүмкіндігі берілген. Қазіргі таңда азаматтар сот отырысына келіп қатысу мүмкіндігі болмаған жағдайда электронды технологиялардың көмегімен онлайн түрде қатыса алады. Қорыта айтқанда, сот жүйесіндегі жаңашылдықтардың барлығы азаматтарға тиімді жағдай жасауға мақсатында жүзеге асырылуда.